Біз өмірге таза болып келеміз, бірақ дәл сол кейіпте кететіндер саны аз. Адамда даму үшін талай мүмкіндік бар. Барлық кітапты ғаламтордан оқуға болады. Талай қызықты мәліметтерді табуға болады. Әртүрлі спорттық бағыттар да көп. Егер ми болса, жақсы қаржылық табысқа жетуге болады. Миды жаттықтыруға арналған арнайы курстар да бар. Ал өзінің даму жолымен бөлісетін адамдар саны қаншама. Әр адам өзін қызықтырар мамандық иесі бола алады. Және әр адам өзінің ісін бастап, оны дамыта алады. Бірақ неге? Индивидтердің көбі деградацияға ұшырайды. Дамуға талай мүмкіндік тұрғанда, неге адамдар деградацияны таңдайды? Көбісі есірткі қолданып өз денсаулықтарын құртады. Сондай адамдар тіпті жануардан да ақымақ. Өйткені ешқандай жануар өзіне жамандық жасамайды. Осының бәрі саған зиян әкелетінін біле тұра, сонда да пайдалана беретіндей қаншалықты ақымақ болу керек. Темекі шегетіндердің көбі ол нәрсенің зиян екенін білсе де, өз қателігінен бас тартпайды. Олар өздерінің тәуелділігінен айырыла алмайды. Дәл осылай ішімдік ішетіндерді де айтуға болады. Егер адам ішсе немесе темекі тартса, онда деградация өз жұмысын жасап жатыр деген сөз. Ал адамның еріншектігі жайлы не айтамыз? Біреулер сонша еріншек, тіпті өзінің сәтсіздіктері үшін басқаларды кінәлап, дұрыстауға талпынбайды. Көпшілігіміз біз үшін біреу жасап бергенін күтеміз. Бірақ бұл мүмкін емес. Бәрін өзің жасауың керек. Жауапкершілікті қолға алып, өз өміріңді өзің құрастыруың керек. Өз-өзіңмен соғыс бол, даму. Өзімізді жеңсек, бір баспалдақта жоғары боламыз. Баспалдақта тұра береміз бе, әлде тез өтіп, алда боламыз ба? Ол тек сенің қолыңда.